көп азаматтардың басын қатырып атқан мынау сені айғыр қылам, қатырам, простатыңды да емдеймін, қуатыңды да күшейтемін, насыбайыңды да күшейтемін деген жарнама қаптап кетті. Енді онымен күресу өте қиын болып тұр. Іс жүзінде солардың барлығы жалған. Өйткені жақсы нәрсе жарнамаға жетпейді. Ол мемлекеттік аптекаларда заңды түрде сатылса, ол фармация министрлігі жағынан тексеріліп, дәлелдену керек. Сондықтан сіздерге айтарым, осындай жарнамадан, осындай дәрілерден жүрегі тоқтап қалып, кейбір кері әсері болып, тіпті анау айғыр болғанды қойып, әуелі ештеңе болмай бас төмен қарап қалған адамдар көп кездесіп жатыр. Сондықтан арнаулы халықаралық дәрігер, осы урологияны зерттеп жүрген маман болғандықтан сіздерге айтарым, мынау арғымақ белден кетсе, бәйгеден кетеді, ер адам белден кетсе, елден кетеді деген сөз болған. Сіздер белдеріңізді сақтауларыңыз керек. Яғни бізге күш қуат 8 көздің тұсындағы 4-5, 3-2 осы орталықтағы омыртқаның арасындағы, шелдің арасындағы тамырларға байланысты болады. Осы тамырлар жақсы сақталса, қуыққа, простатқа баратын тамыр өз уақытына жетеді. Бүйрек үстіне баратын безге де өзінің қан тамырлары баратын құндылықтар жете бастайды. Сіз сол беліңізді жылы сақтауыңыз керек. Бел қимылы әрекеттерін жиі жасауыңыз керек. Бұған 2 айда болмағанда 5 күннен белге ине салдырып, белдің мынау үнемі отыратын жұмыс. Компьютерде отырасыз, кітап көріп отырасыз, машинеде қозғалмай 2 сағат пробкада отырасыз. Соның барлығы белді әсер етіп жатыр. Біз сондықтан ұлақтың көзін ашқандай, осы келген аурудың негізгі қайнар көзін емдеуіміз керек. Неден кесел шығып тұр? Сондықтан ол мына жақтағы тамыры емделмей, ешқандай қуыққа, ешқандай дәрі көмектеспейді. Сондықтан сіздерге абай болыңыздар. Біз осы мынау бел омыртқаның 4-5, 3-2 аралығындағы қуықтың белін көбейтетін, күшейтетін жерге арнаулы алтын ине шаншып, оған дәрумендік оқылды қойып, және оның қуаттық көзін ашатын жаттығуларды береміз. Сол жаттығуларды жасап, табанды сақтасаңыздар, оның үстіне мынау құйрық қысқан бай болады деп аталарымыз тек айтпаған, тыныш жүр деген емес. Отырғанда, машинеде отырғанда құйрығыңызды қысып отырасыз. 1 сағат, 2 сағат. Кабинетте отырған ешкім көріп отырған жоқ, арт жақ құйрығыңызды қысып ашып отырасыз. Күніге 500-ге толтырыңыз. Мына 2 мықын тамырыңызды төмен қарай қолыңызбен ұйқалап төмен қарай қозғалтасыз. Міне осы қарапайым жолдарменен сіз ми көңіл-көліңізді жақсы сақтап, түнде ұйқыңыз жақсы қанатын болса, мида уайым болмайтын болса, ешқандай қайғы жоқ, қайықсыз қара суға да семіреді дейді ғой. Сондай жағдай болғанда беліңіз мықты болады. Белді болыңыздар, еліміз, азаматтарымыз, ерлі азаматтар көп болсын.